видео түсіремін. істейміз ал. Жүр. Қолда кісі. Давай. Жүр. Еще жүр. Шыққан сол ма? Мынандай турникке тартып аласыңдар ма? Аса және істеп жүрген қол ауырып кетті ғой, істей алмай қойды. Ол. Давай. Ага. Сте. Ага. Не істедің? Мен көтере алмай қалдым даже сені. Мама, бір қолымызды тұрады. Мына біздің Жамбыл парк деп аталады. Мына жақта құмдар бар. Ағандар. Бізде ойнайтын жерінде жүрміз. Мына жаққа барып көреміз қазір. Ясла, Алихан папасымен отыр. Хан мен адан кейін шалдана турник қастеп қойдым. Яслай маймыл болып жүр. Күшті, е? Не сияқты істеп жүр осылай. Алихан, сен қайда кеттің? Сен бұған шығып. Даже мына жерден былайынан сырған амасын, сен былай шыға алмайсың. Жүр, тұра ғой. Тұр, өпті. Ау. Сүтіп сырған айсың ба сен? Көгершіндерің қайда кетті? Көгершіндерің қайда? Түсірдім ғой және сені тағы да. Енді екі рет түсіре бермейміз ғой, солай. Жоқ, ортадан сырғанағанды. Құлап кетесің, түс. Түс болды. Алихан, жүр. Әр жаққа барайық. Ау. Все. Опа! Міне біз Арбатқа бір жаздымыз, Арбатқа. Мына парктен шықтық, Жамбыл паркын алдына бізде. Мұстар қарада. Арбатта концерт болып жатыр, біздің Арбат осы жерде. Қарада. Опа! Мына
жер шыққап дина үрлегүрүгө. Мама мен ана Адина деген сіңліме осындай күлмен бүйтіп айналып жасап беремін. Мама. Аха. Арбатта концерт болып жатыр. Мама. Ау. Анда күресіз қой, соларды ауылдың сатуға алып, жуға сатпайды ба? Аха. Міне. Уже 7-ші толынтымайға ұя бастады. Соғыс, бұл қасірет. Соғыс, бұл адамды сумашылдың аузына апаратын алапат аждаһа. Аяулы аналар, ардақты әкелер, өміріміздің жалғасы балаларымыз сұм соғысқа қарсы. Күллі адамзатқа тек бейбітшілік керек. Но когда на порог родного дома пришла война, миллионы женщин и девушек встали на его защиту. Без них немыслима была победа. Только поклялись и защищали отчизну милую, родимый кровь, чтоб никогда степь не узнала след коней от чужих табунов. Кровь из оптического прицела ловлю я на мушку врага. Я снайпер, Мансур Мамедова. Мен Мерген Әлия Молдағұлова. Мен Рухты елімнің батырлары, біз сендерді ұмытпаймыз. Ғасырларға жалғастырып, ұрпақтарға ұлықтаймыз. Мен автоматшы Төлеген Тоқтаров, антыма адал болдым. Ендігі тілерім тәуелсіз елім мен бабамның жерінде ешқашан соғыс болмасын. Я, Владимир Мызык, капитан, командир батальона, погиб, защищая от врага землю Украины. Мен балашы ізғытты айтылып, қазағымның қаларынан қалыр екендігін дәлелдедім. Жоқ, нәжінша, налам жатпай. Сендер де көк байрағымызды тік ұстап, бейбіт өмірде туған еліміз үшін білім алып, аянбай еңбек етіп. Байрақ етіп, өр рухпенен намысты. Ауылда аналар мен балалар, қарт адамдар ғана қалды. денсаулығы соғысқа жарамайтын ер адамдарды жанын қинаған ауруға шыдап жүріп, аянбай еңбек етті. Престарелые и молодые женщины, вчерашние хохотушки, проводившие на фронт мужа на второй день после свадьбы, и девушки, которые ни с одним парнем даже за руки не держались. И, конечно, дети, много детей, мальчики и девочки. Ұлдарымыз тезірек есейіп, соғысқа аттансам, қолыма қару алып, отанымды қорғасам деп армандады. Мечтали, как старший брат, взять в руки оружие и оказаться на передовой, чтобы бить проклятых фашистов. Алла тағала ер адамды біздің қамқоршыларымыз, қорғанышымыз, қамқоршымыз болу үшін жаратқан. Қазақ бабамыз ұл туғанға күн туған деп қуанғаны сол ғой. Наши мужчины воевали на фронте, в окопах, в болотах, в грязи, в снегу, в лютый мороз, когда пальцы примерзают к металлу, когда у тебя много часов нет возможности сделать даже глоток воды, а из-за постоянных взрывов ты не понимаешь, рассвет сейчас или закат. А в это время у нас была своя война, свои бои и свои победы в тылу. Әр қазақтың ауылында
тыл майданы күндіз түні бір толастамады. Тезірек жеңіске жетсек, соғыстағы әкеміз бен балаларымыз тезірек аман есен оралса деген сағыныш пен арман халыққа жігер, күш қуат берді. Каждая выполненная трудовая норма – победа! Ауа райының ыстық суығына қарамай еңбек еттік. Тіпті күздің суық нөсер жауынына қарамай жинаған әр түйір бидай біз үшін жеңіс еді. Каждый день жизни был победой. Каждый кусочек хлеба, который приносила мама, был победой. Анам тәулік бойы ұйықтамай, жұмыс істеп сүлесі құрып шаршайтын еді. Бірақ соған қарамастан, маған елжірей қарап, еркелеткені жеңіс еді. Каждый новый день, когда мы просыпались живыми, был победой. Бала болсақ та аш жалаңаштығымызға шарша. Не алғабысың, Софи? А? Қайсы? Сам молочный коктейль, да? Сам магазиннен және шоколадын аламыз. Иә? Жүр. Чан шығар, өрлеп жүр. Осылай. Қалай? Жақсы ма? Суық па? Алиханға тоже бүйт, иә? Не фонтан? Ах ты, фонтан. Енді және тоқта қалды ғой. Мама, А? ана балалар ана басқаны ата үстеліне Алихан, фонтанды көрдің ба? Суды көрдің ба? Не су? Суды қара. Ол суық болып тұр как-то. мен қазір үстіне барсам, бірақ мен үстіне шашып алып. Аха, бармай қойыңдар, суық қой. Бұрында папаның осыны әкеп айдың қараған. Аха. Качелеп отырғансыз, иә? мектепте көрген ғой, ана ата-аналар отырады, иә? Аха. бір қызбен бауыры, иә? Иә. Бауыр сіне ой, апай бен шаш жүрген ғой, мен сияқты Мхм. Мхм. ана бауыры шашқан, оно, десір ғой. Ағылшын жайтып. Вот концерттен шықтық, міне. Алихан деген бала, Алихан. Бірақ кім істесін? Не істейсің? А, шем деп тұр ма? Мен ойладым ғой, арқама отырғызам. Отырғызам ба? Шошын мен арқасына отырамын. Отыр арқасына. Ана шыбысының қыз алдыма бірақ төгіп. Төкпейді. Ішсе қойма аузына. Сен қойшы. Алихан да асылай көтермекші. Ақын демеп жүр Асқар.
Масқара ұнатылмасын, ұста. Ойбай. Жүгірме, асылай. Ал асылай еді. Anne, мен қазір не де мама қазір маған екі шоколад берсін бе? Иә. 2 шоколадтан қысасын. Содан кейін үйге қайтамыз. Үйге қайтып барамыз уже міне. Міне біз бүгін Там сторисін. паркке келіп осылай қыдырып қайттық. Қазір үйге қайтамыз. Мынау біздің маңайымызда емес, мына парк ұзақта. Біз басқа район тұрамыз. Мама, қазанда Концерт болып жатыр екен. Тұра тұр, мен аяқтап бітіп алайын, асылай. Міне концерт болып жатыр екен, концерт көрдік. И парктен қайтып барамыз. Қазір біздің машинамыз ар жақта. Соған қарай обратно келдік. Ал достар, Асылай мен Айлиханның достары. Лайк басыңдар видеоға, е? Ал, всем пока. Всем пока. Давайте. Всем пока.